Баршаларыңызға қайырлы күн, менің алтын оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге шығыс халқының тағамы дәмлама дайындайтын боламыз. Бізге керекті ет, картопымыз, сарымсақ, орам жапырақ, биязымыз, қызанағымыз, сәбіз, дәміне қарай паприка, тұзымызды чоңғыстамның дәмдеу үшін пайдаланатын боламыз. Тамағымызға ерекше дәм береді. Менде тоңазытқышта сақталған тәтті бұрышымыз видеосы YouTube каналымда бар, сол жерден қарап өз қажеттеріңізге жаратыңыздар. Тамағымызға дәм беру үшін аскөгімізді, кинзамызды пайдаланатын боламыз. Бұның да рецебі YouTube каналымда бар, қарап өз қажеттеріңізге жаратыңыздар. Маған тіркелмеген оқырман болсаңыз, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әр қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, қолдап кетіңіздер. Менде мұнда жылқы етін үрлеу етіп турап алатын боламыз, тұздалған. Мен ондай аса көп тұз салмаймын. Сіздер жылқы етін болса, қой етін, сиыр етін пайдалансаңыздар болады. Көкөністеріміздің барлығын үрлеу етіп, видеодағыдай етіп турап алатын боламыз. Менің каналымда түрлі рецептер бар. Күнде жаңа рецептер салып отырамын. Ерекше тағам іздейтін болсаңыз, міндетті түрде менің каналымнан қарап жасаңыздар. Жанұяңызды Меруерт асханасымен бірге қуантып қойыңыз. Осы дәмлама тамағында жасап жанұяңызға ұсыныңыз. Меруерт асханасымен бірге қуантып қоюды ұмытпаңыз. Келген қонағыңызға да ұялмай дайындап беретін тағамдардың бірі. Көп уақытыңызды алмайды. Тек барлығын турап саласыздар. Диетический тағамдардың бірі. Құрамы да аз, қол жетімді. Міне қызып тұрған табамызға аз ғана сұйық майымызды құйып, қызғанын күтіп, етімізді қуырып алатын боламыз. Одан кейін көкөністерімізді рет-ретімен салып шығамыз, дәл видеодағыдай. Ешқандай судың қосудың қажеті жоқ, өзі балғын күйінде өзінің суы бөлініп, әдемі, езілмей, дәмді болып шығады. Дәмлама тамағымыз 1 сағат 20 минут, 1 сағат жарымдарда дайын болады. Баяу отта қойып, бетін жауып қойсаңыздар болады. Көп баптаудың қажеті жоқ, ол көп уақыттарыңызды да алмайды. Құрамы да жеңіл, қол жетімді, ерекше дәмді тағамдардың бірі. Менің каналым кімдерге арналған? Ас үй қаншайымдарына ерекше дәмді тағамдар іздесеңіз, менің каналымнан табасыздар. Жаңа түскен келін болсаңыз, міндетті түрде менің каналымнан өзіңізге ұнаған ерекше тағамдарды жасап, кері байланыс беріп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздердің әр қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Қолдап, өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Орам жапырақпен бетін тегістеп етіп жауып шығамыз. Баяу отқа қойып, 1 сағат жарымдай пісіп шығады. Әдемі тәлігімізге салып, дастарханымызға ұсынатын боламыз. Ешқандай езілмеген, балғын күйін сақтап тұр. Ас болсын.